Жамбыл өңіріндегі Түймекент қалашығының талай жылдан бері құпиясы ашылмай келеді. Алғашқы зерттеу жұмыстарынан кейін араға 75 жыл салып, ғалымдардың қызығушылығын қайта оятқан көне кенішке қазір қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жер оңтүстік өңірдегі билеушілердің ордасы болуы мүмкін деген болжам бар. Тараздан 40 шақырым жерде орналасқан Түймекент қаласы тарихи деректер бойынша 7-12 ғасыр аралығында қалыптасып дамыған. 5 шақырым жерді алып жатқан қаланың бұрыштары дүниенің 4 нүктесімен бағыттас салынған. Айналасы 4-6 метрлік биік мұнаралы дуалдармен қоршалған. Ұлы жібек жолының бойында орналасқан көне қалаға 1937 жылы ең алғаш қазба жұмыстары жүргізіліпті. Алайда көп ұзамай тоқтап қалған зерттеу шаралары араға 75 жыл салып қайта жалғасты. Қазір ауқымды жұмыстар атқарылып, қалашықтың сыртқы қақпалары мен цитадельдің орны айқындалған. Ғалымдарды әсіресе орта ғасырда құрылысқа пайдаланған материалдардың беріктігі сол қалпында сақталғаны таң қалдырып отыр. Рассматривая красивейшие фотографии современных мечетей в Казахстане, подумал о том, что они ведут свою историю издалека. Ведь во все времена мечеть представляла собой средоточие добра и этики, а также играла огромную роль в жизни любого народа. Городище Тюмекент впервые было исследовано в 1894 году. В 1986 году на городище работал отряд археологической экспедиции во главе с Байпаковым. По предположениям ученых, в Тюмекенте проживало до несколько сотен человек. По меркам Средневековья это значительное поселение, которое занимались земледелием и скотоводством, а также различными ремеслами. Городище представляет небольшую площадь 250 на 300 метров. Со всех сторон оно было огорожено валом. По периметру располагались 30 сторожевых башен. Самой интересной находкой археологи считают пахсовые блоки. Изготовляли их из прессованной глины и чередовались с обычным сырцовым кирпичом. Подобный метод строительства используется для предотвращения разрушения строения во время землетрясения. Она же дает особую прочность стенам. Кроме всего, сохранились два водопровода, залегавшие на 2-метровой глубине. Древний город имел инженерные сети, обеспечивавшие жизнедеятельность жителей и не зависевшие от внешних источников, что было актуально во время вражеских нашествий. Но возвращаясь к мечетям, ведь в тех ранних домах Аллаха находили приют и душевное успокоение простой ремесленник и знатный мир, ученые, поэты, мастера и рядовые воины-сарбазы. В мечети собирались и оттачивали высокое искусство спора имамы и теологи, знатоки исламов, факихи, мударисты и кази. Здесь, не смыкая глаз, трудились над сокровенным словом переписчики, погружаясь в пучину мысли, взлетали над обреченностью земного существования, преклоняя свои чела перед великой тайной всего сущего.